Найзағайлы сәлем. Барлығымызда мультфильм қарағанды жақсы көреміз, бірақ кейбір мультфильмдер өте қорқынышты болып келеді. Бүгінгі видеода назарларыңызға топ 3 ең қорқынышты мультфильмдер, ал біз бастаймыз. Каролина в стране кошмаров. Мультфильмде Каролина есімді қыз ата-анасымен басқа жерге көшіп келеді. Жаңа үйдің ішінен ол кішкентай есік тауып алады. Және әр түн сайын ол есік өзінен өзі жарқылдайды. Каролина ол есікке кіргенде өз үйіне ұқсас басқа әлемге кіріп кетеді. Ол жерде өз әлеміндегідей ата-анасы бар екен, бірақ олардың көздері ілгекке ұқсас болып шығады. Бірақ шындығында олар өте жауыз адамдар болып шығады. Бірақ соңында бәрібір де Каролина өз әлеміне қайтып келіп, ата-анасын құтқарып алады. Дом монстр. Бұл мультфильмдегі жас балақайдың ата-анасы басқа жаққа қонаққа кетіп қалады. Ал оған жақын көрші үйде үнемі бір түрлі тылсым оқиғалар болып тұрады. Ол үйде ұрысқақ шал өмір сүреді. Бірақ ол бір күні ауруханаға түсіп қалады. Ал бұл балалар шалдың жоқтығын пайдаланып, сол үйге өздері кіріп кетеді. Және соңында әлгі шал мен балалар бірігіп қорқынышты үйді бірге жеңеді. Труп невесты. Бұл мультфильмде күйеу бала жұрттың көзінше қызына сақина тағуға қолы дірілдеп ұятқа қалады. Жұрт мұны жаман ырымға балағандықтан сақина салу рәсімі кейінге қалдырылады. Әлгі күйеу бала түнде орманға барып дайындалмақшы болады және сақинаны ағашқа салады. Сөйтсе ол ағаштың астында зиратқа көмілген қалыңдық бар болып шығады. Ол өзіне ұсыныс жасап жатыр екен деп ойлап, жігітті өзімен алып кетеді. Бірақ соңында өлген қалыңдық ол жігітті өз әлеміне қайтарады. Достар, егер видео ұнаса арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі найзағайлы видеоларымызда жолыққанша.